1960 жылдары СССР аспанға ең бірінші адам жіберген соң, ақш әлемді таңғалдыру үшін бәсекелесіп, айға экспедиция аттандырды. Соның нәтижесінде айға ең бірінші адам американдықтар болды. Бұл Нил Армстронг басқарған экспедиция еді. Дәл осы суретте Нил Армстронгтың ақш туын айға тігіп жатқанын көре аласыздар. Одан кейін де бірнеше экспедиция айға жіберілген болатын. Барлығы 12 ғана адам айда болып қайтқан. Бірақ бұл тек 40 жыл бұрын ғана еді. Өйткені соңғы 40 жылда айға ешқандай адам аттандырылмаған. Сонымен бұның себебі не? Айға соңғы ғарышкерлер тобы 40 жыл бұрын ғана барған. Одан кейін ғарышкерлер болмады. Ғарышкерлердің онда жіберілмеуіне себеп 3 болжамды естіп көріңіздер. Бірінші болжам. НАСАның айға адам жіберуге және экспедиция жасақтауына ақшасы бітіп қалды. Бірінен соң бірі кеткен 12 ғарышкердің зымыранын дайындауға қыруар қаржы кетті. Мүмкін олар тіпті айды пайдасыз ғарыш объектісі деп ойлаған шығар. Екінші болжам. Ай ол жер серік емес, тұтас бір бөгде ғаламшарлық корабль болуы мүмкін. Оның себебі соңғы кездері айда түсірілген суреттер. Бұл суреттерде ай бетінен біртүрлі объектілерді байқауға болады. Мүмкін НАСА осы объектілерден қорыққан болса керек. Астрономияда айдың арғы беті деген ұғым қалыптасқан. Айдың арғы бетін адамдар аз зерттеген, тіпті зерттелмеген. Нил Армстронг пен оның экспедициясы жерге қайта оралғанда олардан сұхбат алынған болатын. Бір сұхбатында Нил Армстронг айдың арғы беті туралы айтып қалды. Оның сөзі бойынша олар айдың бетіне түскен кезінде оларды біреулер бақылап жүрген, бірақ ғарышкерлер оларды дәл анықтай алмаған. Бірнеше сәттен кейін жаңағы белгісіз объектілер алысқа, яғни біз айтып отырған айдың арғы бетіне ұшып кеткен деп баяндайды Нил Армстронг. Бірнеше экспедициядан соң айды зерттеуге арналған операциялар мүлде тоқтатылып қалды. Мүмкін айдың арғы бетінде бізге белгісіз бір саналы тіршілік бар шығар, бірақ бұның бәрі белгісіз. Бұл арқылы айдың арғы беті құпияға толы екенін көріп отырмыз. Ол туралы баяндаудың өзіне бір видеоны арнау керек. Сондықтан достар, егер айдың арғы бетіндегі құпиялар туралы видео көргіңіз келсе, лайкты басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер видеода 2000 лайк жиналатын болса, сол туралы видео түсіретін боламыз. Тағы айта кетерлік жайт, Скаурон каналының ВК-дағы парақшасы ашылды. Сілтемесі астында. Видеоны аса лайк басып, тіркеліп кетейік.